Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде сауатташу сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дені саудың жаны сау. Қандай керемет көрініс, балалар. Қараңдаршы, не көріп тұрмыз? Тамаша ауыл, таудың бөктері, керемет табиғат. Бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бүгін біз Ескен Елубай атамыздың өлең жолдарымен танысамыз. Ауылда өстік балалық шақта, біз деген бұрын спорттың ешбір білмедік түрін. Тек ойнап күліп өскенді білдік. Аязда тоңып, шілдеде күйдік. Ләңгіні тептік, асықты аттық, бәйгеге шаптық. Қозылақ қуып, шөп шаттық малға. Шынықты солай ауылда әркім. Дәптермен жұмыс. Көп нүктенің орнына тиісті сұрақтарды қойып, сөздерді көшіріп жаз. Бізде қандай сөздер бар? Асық, ләңгі, қозы, лақ, шөп. Бұл сөздерге қандай сұрақ қойсақ болады? Дұрыс айтасыңдар. Не асық, не ләңгі, не қозы. Келесі, асықтар, ләңгілер, қозылар, лақтар, шөптер. Бұл сөздерге қандай сұрақ қоямыз? Тамаша, нелер? Өйткені бұлар бірден көп. Яғни, көп болса, біз оларға нелер деген сұрақ қояды екенбіз. Келесі, бала, ұл, қыз, спортшы. Қандай сұрақ қоямыз? Тамаша, кім? Яғни адамға байланысты заттың атын білу үшін біз сұрақ қандай қоюымыз керек? Дұрыс, кім? Келесі, балалар, ұлдар, қыздар, спортшылар. Яғни олар көп, сондықтан біз оларға кімдер деген сұрақты қоюымыз керек екен. Жарайсыңдар. Көп нүктенің орнына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер қойып оқы. Мысалы, достар. Не? Орындық тар. Келесіні өзің ойлап тап. Інілер. Тағда. Мысалға, шегірткелер. Келесіні өзің ойлап тап. Жазған сөздеріңе сұрақ қой. Достар. Сұрақ. Кімдер? Дұрыс айтасың. Келесі. Орындықтар. Сұрақ. Нелер? Тамаша.
көп нүктенің орнына тиісті суреттерді қойып, өлеңді оқы. Жаратының не, балалар? Жаратының қарбыз, тамаша. Оратының не? Дұрыс, бидай. Қазатының не? Картоп. Үгітетінің не? Дұрыс, ол жүгері. Жұлатының не? Пияз. Керемет, балалар, сендер өте жақсы жұмыс істедіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.